Biz bugün təmli həm jеңіл kешкі аш әзірлейміз. Қазір балық үшін маринад әзірлейміз. Аның үшін бізге керек болады тұз, мына бір қолақ, хоп, балық, тәмләткіші, шулай бір қолақ, кеткен сарымсақ, шулай бір қолақ. Біздің үлән, петрушка. Әлі мұнда еще паприка бар. Ең мұхим әйбір тағым бар, ол зәйтүн майы. Осы да керек болашақ. Балық үшін гарнирға түрлі яшелчелер қолданырға бола. Мына менің ұшырақта ол енді суда пішкен мәрәңгі, біріншісі, екіншісі балғар бұрышы, тәмлі суған. Һәм енді біздің кабачок. Хәл біз аларны турыйбыз. Аннары табаға біз енді пергамент қағазы жиямыз. Һәм шушы қағаз үстіне біз енді бәрәңгіні бушатамыз. Һәм яшелчелерні. Һәм бұлар үстіне әзірәк кенә тұз сибәргә керек булачак. Тұз сибәргә керек булачак. Аннары енді шушылар үстіне балығыбызны салабыз. Һәм аларның үстләрен маринад белән сылыйбыз. Һәм шушыны біз енді тығабыз духовкаға, бір 15-20 минутқа. Во, прям бомба!